Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабаққа дайынсыз ба? Иә. Үйге берген тақырып бойынша қандай тақырып өттік? Алдыңғы сабақта қатты денелердің қысымы. Үй тапсырмасын барлығымыз дайындалып келдік па? Иә. Олай болса, сіздерге осындай ілесте сыйлық деп аталатын әдіс арқылы сіздердің үй тапсырмаларын қалай меңгергендеріңізді сұрайтын боламын. Яғни бұда сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап беру арқылы осы қарындаштар сіздерде қалатын болады. Жарай ма? Ежелгі адамдар отты қалай жағуды үйренген. Ежелгі адамдар тасты бір-біріне үйтеу арқылы отты жағуды үйренген, және де найзағайдың суы арқылы оттың пайда болатынын білген. Жаңа тақырып тірек қимыл жүйесі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты адам қаңқасының құрылысын сипаттау және бұлшықеттің құрылысын сипаттау. Яғни адам денесіндегі қаңқа бұлшықеттерінің маңызын білуіміз керек, я бүгінгі сабақта. Сүйектеріміз бойды тік ұстауға мүмкіндік береді, әрі маңызды дене мүшелерін қорғайды. Жаңа туған сәбидің бойында 300-ден аса сүйек болады. Өсе келе кейбір сүйектер бір-біріне қосылып тұтасып кетеді. Осылайша ересек адамның бойындағы сүйек саны 200-дің төңірегінде болады. Сүйек атаулы бұлшықеттер секілді жиырылып созылмаса да, олар тірі дене мүшелеріне жатады. Сүйек өмір бойы жаңарып, өсіп жетіліп отыратын тірі ұлпа болып табылады. Әр 7 жыл сайын адам денесіндегі әрбір сүйек толықтай жаңарып, алмасады. Сүйек қан тамырларынан жүйке жасушалары және остеоциттер деп аталатын тірі жасушалардан тұрады. Олардың барлығы кальций және фосфордан тұратын өте берік қаңқамен біріктірілген. Сүйек ұлпасы дене мүшесінің қимыл қозғалыстарына бейімделіп өзгеруі мүмкін. Мәселен, егер сіз сквошты көп ойнасаңыз, қолыңыздың сүйектері қатайып, ірілене бастайды. Адам бойында түрлі әрекеттерге бейімделген алуан пішінді сүйектер бар. Мысалы, омыртқа 26 сақина тәріздес сүйектен құралған. Олар денені тік ұстап тұруға, бұрылып, айналуға және иілуге мүмкіндік береді. Әрі жұлын арқылы өтетін өте маңызды жүйке талшықтарын қорғайды. Адамның бас сүйегі әртүрлі сүйектерден құралған. Олар миды зақымнан қорғап, бет әлпет пішінін қалыптастырады. Жақсы оқушылар. Айбат болды ма? Жақсы оқушылар.
кейін ет тартқыш, одан кейін сурет қоқыс жәшігі. Егер бүгінгі сабақта мен көп нәрсені алдым десеңіздер, онда алынған мәліметтерді жазып сөмкеге жабыстыратын боламыз. Я ал егер әлде де мен білімімді толықтыруым керек, қосымша ізденуім керек дейтін болсаңыздар, онда ет тартқышқа жабыстырасыздар. Ал егер мен үшін керек емес ақпараттар болды десе, онда оны қоқыс жәшігіне не істейміз? Тастайтын боламыз.